mama? Dinak! Qo'shib olding. Men sana o'ylab o'qib berayin unda. Traktorchining mahabati. Balkonundan telmirding keştenege, rıza bulmay tursun ba eştenege, жылдар бойы күттірген сағынышың тағы бүгін сарғайтып кеш келеме, талған шығар жанарын жолға қарап, кешіккенін кешіріп жанға балап, еңсең түсіп жүздерің ескірмесін, қиялыңның өлкесін мұң қамалап, сыздаса да табаның башпайларың, тұншық тұрып кетті ме бас қойларың, ауыстырған жейденің қалтасында, білемісің береттің қап қойғанын, ыстық жалын шарпыса жүрегіңді, жыларыңды біле алмай күлеріңді, қазиз жанның күттіріп қойған үшін, үзе көрмесен алған күдеріңді, күту бақыт, үзбесен күдеріңді, алдарыңда бақыттың гүлегулі бар қиындық сел болып кетер ағып, тыңдай алсаң нәп-нәзік жүрегіңді, ашуланып, сен оған тұрсың сірә, таға көрме сүйгенге ешбір кінә, оған таққан кінәні білемісің, жазылады дәптерге болып күнә, сол себепті егілме шыда, кеткеніңмен барасың қайдасыға, шын махаббат базардың тауар емес, алаяқтың жазылар пайдасына. Рахмет. Жылқыларды сөйлесек жылқыларды. Енді құрметті әріптестер, экран алдында көрермен қауым, мынау бүгінгі журналистің Сахарадағы бір күні деген бағдарлама түсіреріміз. Мынау енді біздің кешірген қоймайтын үйшігіміз. Мынау жаңа өздеріңіз көргендей трактор ары бері алып келе салып берген шақпалап тұратын. Анау біздің жылқылар, ана төбеде жатқан жылқыларымыз. Енді жақта қой қоралар бар ат жақта. Ана жақта қой қораларымыз бар. İçinde бұзаулар, бірер жарым лақтар тұр. Енді мына сіздердің осы бағдарламаны арнайы ктк үшін түсіріп жүрген режиссерларыңыз Пазия. Бағарадан сөйлеген журналистің аяғынан әски жоқ. Аяғынан әски жоқ енді. Ішке аға жайды тағы. Бұл жерде біздің аға жай деген бала бар. Кішкентай. Міне. Аға жай өзі атады. Оның сөздері бар. Агу-дагу деген. Агу-дагу деген сөздері бар бұның. Әне. Ей! Ұтым! Бүк-бүк-бүк-бүк-бүк! Мің-моп! Мің-моп! Бол. Әне.